Келесі Терезенің көрейік. сыртында сәл жылырақ, бірақ жаман аязда, есікті ашсам көретінім бақ, шілденің гүлі жайнаған. Мен оларды сонша жылытқым келеді. Жүріңіз. Маэстро, жүр. Өйде! Қошемет қайда? Жүр! Рахмет. Ойбай, кегіз. Ешті билейтіндеріңіз үйдеулеріңіз біле ма? Конечно. Кішкене қой деп айтып қоймай ма? Бісміллә деш. Танысайық. Бибигүл. Бибігүл, кім боласыз? Нағашылары. Нағашылы, Ясин нағашылары. Сыйлық әкеңіздер қандай? Белая роза. Дұрыс па? Дұрыс. Рахмет. Ал енді сізге сұрақ. Гаишник қандай жүріп келе жатқан машинаны тоқтатпайды? Қалай? Стиральный машина. Стиральный машина ғой жүріп тұрған енді. Заберите, а? Тағы да сізге сұрақ қояйын. Қандай сұрақ қояйын? Ауыр ма, жеңіл ма? Қойыңыз. Қоя берейін ба? Атыңыз кім? Бибигүл. Мә, дұрыс. Дұрыс қой, енді өзіңіз қой дедіңіз ғой. Келесі әуен көрейік. Восхищаюсь твоей Раз. красотой, звезда ли ты, луна ли ты, все красоты присущи тебе, о подобная образу луны. Своей торжественной Мәссаған. песней я брожу. Бүгін ылғи ақылды әйелдер келіпті ғой. Жібер! Өйді! Билеп шығар! Өйді! Рахмет. Сіз билемесеңіз де өз биіңіз жүресіңіз биге ұқсайды екен өз. Ал танысайық. Жұлдыз. Кім боласыз бүгінгі тойға? Мадинаның досы. Мадинаның досы боласыз. Қандай досы? Өнердегі. Жолдасым өнердегі. Өнердегі досы, иә. Ал сыйлықты әкеңіз. Мәссаған. Қандай өлең? Аспанға қараймын. Аспанға қараймын, жұлдызды санаймын дейді. Дұрыс па? Бәрекелді. Иә. Сізге сұрақ. Мадинаның досының әйелі екенсіз. Мадинаны жақсы танисыз ба? Иә. Мадинаның 5 қасиетін айтып берші. Ақылды. Ақылды, Әдемі. әдемі, Мейірімді. мейірімді. Қарызға ақша береді деп қойсаңшы. Иә дейді, қарызға ақша бересің ба Мадина? Соңғы. Сұлу. Сұлу. О, сұлуға не қатысы бар екен оның? Той құтты болсын, берекелі болсын, аман есен болыңыз. Өмір бақи жүре беріңіз осылай. Мен сізге бері тұрсаңызшы, бері тұрыңыз. Мен сізге сұрақ қояйын ба, әлде өлең оқып берейін ба? Сұрақ қойыңыз. Сұрақ қояйын. Қай жылғысыз? Ау? Қай жылғысыз? 79. Мә, дұрыс, бар. Бәрекелді. Енді кино көрейік ағайын. Кино бар шығар үйлеріңізде, телевизор. Кәнеге, саундтрек қойылады. Кәнеге. Хоп! Meraviglia adesso, un zirozezza, salvaji steli. О, келіңіз. Ой, мәне. Жібер. Билеп шығайық. Өйді. Рахмет. Ой, ассаламу алейкум. Сізге билеудің өзі апасы не болып тұр ғой. Дарым бермесе де қарым беріп дейді, Аллаға шүкір. Танысайық көге. Думан. Дүке, қай жақтансыз? Алматы. Алматы, бәрекелді. Қандай кино? Мимино. Дұрыс па? Қол салайық. Мынауыңыз енді мен сізге айтайын. Жалпы той берекелі болсын, аман есен болсын. Осылай жүре беріңіз. Сізге бір нәрсе айтуға да қорқатын болдық қой. Рахмет. Рахмет. Келесі саундтректі көрейік. Келе ғой. Міне қай
Қайрат Нұрдосұлына билеш. Хей! Билесің? Рахмет. Жалпы кімсің? Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Архат. Кім? Архат. Кім боласың бүгінгі тойға? Досы Тиман. Ау? Тиман досы. Диман досы. Қайтайын, бөтелкелесім-ау, көнкелесім-ау, қайтайын. Той берекелі болсын. Қандай кино? Қыналығар. Қыналығар дейді, дұрыс па? Дұрыс, қол соғып қояйық. Бәрекелді. Саған сұрақ қояйық. Қандай сұрақ қояйын? Ауыр ма, жеңіл ма? Разница жоқ па? Үйленгенсің ба? Мә, бәрі отыр. Шахмат ойна. Ал енді мен енді сахна төріне бүгін енді тұсаукесер тойы бар ағай. Мен енді Қазақстанның ару сұлу қыздарын ортаға шақырайын. Менің өнердегі өмірдегі әпкем Гүлбаушан әпкемізді ортаға шақырайық. Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері десем артық емес. Қол соғайық. Рахмет. Және де мен ортаға арнайы сахна төріне Бақыт апайымды ортаға шақырайықшы. Кәнекей, Қазақстан Республикасының келіңіз. Ой, менің. Біреуіңіз жіп байлайсыздар, біреулеріңіз кесесіздер. Қайсыңыз кескенге мәстірсіздер. Ал олай болса, құрметті ханымдар мен мырзалар, кішкентайымызды алып келейік, кәнеге. Кеш жарық құрметті тойшыл қауым. Әрине, біз өнерде жүргеннен кейін, біздің Мәдинамыз бізбен бірге жұмыста, бір асты бірге ішіп, өнердің саласында жүрген қыздың бірі, ерке қызымыз. Енді міне үлкен семья болып, бүгін мына кішкентай балапанның тұсауын кесейік деп жатырмыз. Және де өзінің әжесі. Сәке, бүгінгі мына 60 жасыңыз құтты болсын. Мен айтып, 50 жасқа вообще ұқсамайсың сен. Бір 25-тегі сияқты, шын айтыңдаршы. Қазіргі үлкен кісілердің бәрі жасарып кетіп жатыр ғой деймін мен, таң қалам. Оның бәрі мына сіздің жігітіңіздің арқасында. Мына сіздің арқаңызда. Алла тағала осындай әдемі балаларды дүниеге алып келіп жатсыз. Ғұмыр жасыңыз ұзақ болсын. Немере, міне немере сүйіп жатсыз ба? Енді шөбере сүйіңіз. Алла сол күнге жеткізсін. Бүгінгі туған, туыс, құда жекжат, міне бауырлардың бәрін жинап отырсыз бір осы Алматының төрінде, осы үлкен кең сарайда. Мен айтатыным сізге тек қана Алланың нұры жаусын. Балапандарыңыздың рахатын көріңіз. Ясинан мен өте бір жақсы көретін балапаным. Бүгін енді міне Бақыт екемізге бұйырыпты тұсаукесерін. Осы біздер сияқты ел сыйлайтын қадірлі, аяулы, Алла тағала осы Ясина болды енді. Болды, өтірік жыламасайшы. Не көрінді? Позорымыз шашпа енді. Баяғыдан жақсы білеміз. Не көрінді соншалықты? Дұрыс подарка бермедіңдер ғой деймін. Ясина. Ясинамыздың жасы ұзақ болсын, дені сау болсын, қадірлі болсын, ел сыйлайтын үлкен құрметті қыз болсын, алды жолының бәрі ақ болсын. Алла тағала тек қана жақсылық, ғұмыр жасы ұзақ боп балапанымыздың. Тек сенің тойыңда келейік. Алла балапан, сенің артынан бауырларың ере берсін. Тұсауыңды кесейін, күрмеуіңді шешейін деп қазақ бекер айтпаған. Қазағымыздың үлкен мақтанышы болсын. Бұрын қайшымен кесет дейді, бірақ біздің қазақтар тек қана пышақпен кескен. Өткір, алдымен кесіп алайық. Тай-тай басқыламыз, Құдайға шүкір. Мә балапан, рахмет жан. Бәрекелді. Ал бисмилля рахман рахим. Менің қолым емес, Батиманың қолым. Ал қадамың құтты болсын. Өмірде сүрінбе, Алпыс.
Тұсауыңды кесейін, ала жіпті шешейін, құтты болсын талабың сенің. Бөбегім шын көңілмен, тілегім бол өмірде, тұсалмасын қадамың сенің. Тәй-тәй, балапаным қас-қас, ботақаным байқап, қадамыңды бас. Айналайын тәй-тәй, балапаным. Өзгелерден дара туған, өр намыстан жаратылған. Бәрекелді. Ой, керемет. Ой. Шашудан алыңыздар, жұғысты болсын. Елдің азаматшасы болсын. Орамал тон болмай жол болады. Міне. Ақ орамал. Алашымын, қорғаймын барасылын, намысым қолдан бермес, қазақтың баласымын. Орындарыңызға келіңіз. Сақынаға тұрыңыздар. Ал енді сіздер сияқты болсын, ел азаматшасы болсын, ел мақтайтындай болсын. Бір күннен бір күнін бөлек екен, жастық неткен кереметең, айдынында тербелеген ақ-адамдар өмірде бір-біріне керек екен дейді. Бір қол соғып қойыңыздар, осындай біздің атымыздан бір сыйлық болған, ол сыйлық берілді, орамал жабылды, риза шығарсыздар. Аллах тағала сіздер сияқты осындай азаматшаларды көп қылсын. Бір фотоға түсіп алайық, иә? Суретке келіңіздер. Бәрекелді. Бақытқа сөйле десем сөйлемейді. Не деген қыз, мен айтып отырмын, жарайды енді. Бәрімізге ол енді сөйлеу. Бірақ бақыт өзі сондай бір сөйлеші, бәрі сен дауысың келсін. Ясина қызымыздың жолы ақ болсын, өмірде еш сүрінбесін. Микрофон таңдап жатыр ғой. Еліне белгілі әнші болсын, ақын болсын. Ең бастысы бақытты қыз болсын, әке шешесі, ата әжесі, нағашылары, бүкіл туыстар, осында отырған барлық кісілерге тек қана жақсылық тілеймін, амандық тілеймін. Осы Ясинаның тойында бәріміз кездесейік бұйыртса. Той тойғаласын, жаңа жасыңыз құтты болсын. Ал енді қазақта керемет сөз бар, Гүлбаушын абай. Білесіз ба? Бір керемет сөз бар. Жақсы жемістен, ағаштан, жақсы жеміс күткін келсе, бұтағын сындырма дейді. Ал сіз сияқты өнерлі адамнан ән күтсең, сағын сындырма дейді. Міне, сағыңыз сынбасын, біздің қызымыз өзіңіз сияқты болсын, бір ән болсын сізден. Рахмет, айналайын. Енді ортаға кеп билейік, той құтты болсын. Жан сырым, Сәке, сіз үшін. Семьяның. Ал ортаға, құда-құдағилар. Бәріміз ортаға. Ясинамыз тауымыз болсын. Қазағымыздың мақтанышы болсын. Тебірімдім келдім, арман қуып сен келдім, жарық іздеп жүргенде
деген әнді сыйға тартам. Немерелеріңіз көп болсын, ғұмыр жастары ұзақ болсын, дені сау болсын, шөбере, шөпшек сүйіңіздер. Соған жетейік. Кетті! Апау! Арман жоқ бұл өмірде ғашық жанға, мың алғыс ата-анаға, асыл жарға, түгел боп төрт құбылан кетеді екен, немерең мойныңа кеп асылғанда. Көрмесем бір сәт сені сағынамын, қызықсыз сен болмасаң шаңырағым. Тәп-тәтті ақ немерем келген кезде, қуаныш жүрегімде жарыламын. Немерем менің немерем, сен болмасаң не керем? Қолда болса барлығын, өзің арнап беререм. Немерем менің немерем, келбетіңнен күн көрем, өзің арнап айымау, ән жырыммен гүл өрем. Ау! Атаңның ақ сезімі жырға толы, әжеңнің пәк сезімі нұрға толы. Өмірдің бар тірегі ұрпағың ғой, немерем болашақтың сара жолы. Немерем менің немерем, сен болмасаң не керем? Қолда болса барлығын, өзің арнап беререм. Немерем менің немерем, келбетіңнен күн көрем, өзің арнап айымау, ән жырыммен гүл өрем. Немерем менің немерем, келбетіңнен күн көрем, өзің арнап айымау, ән жырыммен гүл өрем. Ау! Немерелеріңіз көп болсын, солардың тойында жүргенек жандар. Тойыңыз құтты болсын, құдағи. Ай, бәреке, немерелеріңіз көп болсын. Құдағи келді ғой. Әдемі құдағи. Өзіңіз ұзап жүріңіз ау деймін шөті. Бәрекелді, Гүлбаушан анамызға Қазақстан Республикасы еңбек сіңірген қайраткері де бір қол соғып қояйық шағайын. Міне. Немерем әнімен қандай керемет, анамызға ду қол қошемет ұрып қояйық. Алла разы болсын. Бәрекелді, ал енді хандар мен мырзалар, осынан кейін әдемі салтанатты сәнімізбен сән құрып отырған ортамызда бүгінгі Бақытжан ағамыздың бауырлары бар. Сол кісілерді алдырып алайық, ақ тілейтін кезегін ет қылайық. Нұрлан, Бақшагүл, Несіпгүл, Талғат Гүлмира, Берік Гүлмира, Серік Самал, Ләззат Гүлмира, Думан, Жанна, Динара дейді. Кәнеге, ортаға шығайық, бауырлар мен келіндері, кәнеге. Бауыр десе берігім бұрып тұрады. Кәнеге, жалпы бүгін енді ағамыздың, Бақытжан әкеміздің бауырлары. Кәнеге, келіңіздер.
Нұрлан кәнеге. Нұрлан бастаған барша бауырлары. Менен дүние конуктурат, байқамасаң одан көп бүлік шығар. Билеп шыға кәнеге. Құмартып қол боп кетсең, бірге туған бауырды ұмыттырат. Туысқандар, алыс кетіп араны суытпаңдар. Туысқандар, жақын жүріп жақынды ұмытпаңдар. Туысқандар, жылтыраған жалғанғы қызықпаңдар. Бәрекелді. Әне, бауырлары келе жатыр ағайын туыстар, кәнеге сабыр сақтап, бүгін енді Аллах тағала нәсіп еткен Нұрлан әкеміз қайда? Ал, Нұрлан әке, келіңіз. Ал енді құда жекжат, туған туысқан, бұл жерде ешкімнің бөтендігі жоқ, бәріміз. Осы мына біздің келініміз салтанаттың 50 жасқа келген тойына келіп, жақсылығымызға ортақсыз отырғандарыңызға көптен көп рахмет берден. Екіншіден, салтанатым, Алла тағала дене саулық берсін, өмірін ұзақ қылсын. Қосағымен қосағарып, кішкентай балапандарының аман болып, солардың рахатын көріп алтығым нәсіп етсін. Ал енді мына көпшілік қауым жиналған мына тойға салтанатым 50 жасы құтты болсын. Бақытжан екеуі, Теңгертайып екеуің бақытты болыңдар өмірде. Кішкентай қызымыз енді үлкен осы бір Қазақстанның азаматшасы болып, әрқашан осылай дастарханда кезігіп, барлықтарыңызға денсаулық, зор байлық, өстіп тойдан тойға шапқылап жүре беріңіздер. Барлықтарыңызға осылай амандық тойда кезге берейік. Шапалақ ұрмастаңдар жай. Десең, Салтанат, Бақытжан, бүгінгі тойларың құтты болсын. Кішкентай қызымыздың жасы ұзақ болсын, бақытты болсын. Өмір жастарың ұзақ, әрқашанда үлгілі семья болып, аман есен. Осы көпшіліктің тілеуі сендерге қабыл болсын. Тек қана жақсылық болсын, аман болайық, деніміз сау болсын. Тек қана тойға жиналайық. Біз Бақытжанның негізінде бауыр емес, біз деген нағашысы, Бақытжан бізге нағашы болып келеді. Біз оған жиен боламыз. Шатасып кетті енді мына жерде. Ал Бақытжан, салтанат, туған күнің құтты болсын, жасың ұзақ болып, мына немерелеріңнің тұсаукесер тойы құтты болсын. Осындай жастың тағы бір екеуін жаса. Екеуің немере көрбасыңдар, енді шөберелерің алақанынан май жалау жастығына жетіңдер. Бар жақсылық тілеймін. Сөйлеп тұрған Талғат деген жігітпен менің әкеммен шешесі, оның шешесі бірге туған. Соңғы бұлар біздің жиен. Тосқан енді. Жиендікті қойып, тосқан болдық қойып. Тосқанбыз, бауырымыз. Ал Салтанат, бүгінгі мына 18 жасың құтты болсын, денің сау болсын. Осы тек әулетімізде осындай құлпырып гүл құсап жүре бер. Ясинаның бір жасы тоже құтты болсын, үлкен, осы Қазақстан еліне үлкен азаматша болсын. Осы туған туыстар бәріміз тек денсаулықтың арқасында осылай тойдан тойға жете берейік, тойда кездесе берейік. Аман болайық, сау болайық. Тойға ұлассын. Ал енді құрметті қауым, бүгінгі біздің қуанышымызға келіп отырғандарыңызға рахмет. Бүгін міне менің абысыным Салтанат 50 жасқа келіп жатыр, немересі Ясина 1 жасқа келіп жатыр. Той құтты болсын. Салтанат, бір ауыз өлең шумағын айын өзіңе. Құтты болсын мерейтой 50 жасың, әр уақытта домалап өрге тасың.
қосағыңмен қоса қарып шөбере сүй, ешқашанға көңіліңді кір шалмасын. Иә, Бақытжан Салтанат, мына бүгінгі ортақ той қуаныштарың құтты болсын. Балалардың қызығын көріңдер, немере шөмере сүюді Алла нәсіп етсін. Барлық осындай жақсылықтарда кездесе берейік, аман болайық. Ал енді бүгінгі көпшілік қауым осы дастархан басында жиналып отырған себебіміз тек қана осы қуаныштың себепкері сіңілім Салтанаттың 50 жасы, кішкентай бүлдіршініміздің Ясинаның тұсау кесер, жақсы үлкен қадамы құтты болсын. Ал енді Салтанат сіңілім, денің сау болсын. Жылда жастан жасқа жете бер, жасыңа жас қосыла берсін. Тек қана жаңа Ясминнің артынан тағы да кішкентай немере сүйіп, немеренің қызығына тоймай Бақытжан екеуің қызықтап жүре беріңдер. Тек қана осы көпшілік қауым не айтып жатыр, сол тек Алла қабыл етсін. Енді сол тек қана барлықтарыңызға жақсылық пен қуаныш тілеймін. Тек қана осындай енді тойдан тойға кезігіп, немеремізден шөбере сүйіп, аман есен жүре берейік. Сол бар тілерім. Халқым! Тойларыңыз құтты болсын. Кішкентай Ясинаның бір тұсаукесер тойда құтты болсын. Тойларыңыз тойға ұласа берсін, отбасыларыңызда тек қана жақсылық болсын. Туған туыстарыңыз, бауырларыңыз, жекжат жұраттарыңыз барлықтары тек сіздердің үйдегі жақсылыққа келуді нәсіп етсін. Құтты болсын. Аға тәте, бүгінгі тойыңыз құтты болсын. Жасыңыз ұзақ болып, әрқашанда осындай күлімдеп, әп-әдемі болып, тағы да 50-ден тағы да 50-ін жасауға бұйырсын. Бүгінгі Ясинаның тұсаукесері құтты болсын. Рахмет. Жаңбыры жау, бәрі мәңгі тұрмайды. Сол өмірлік сәт есімде қалмайды. Шудың бойында сен іздедім, бәрі ойыма үміт үзбедім. От боп күйгеннен мен іздедім, сенің мойныңда менің іздерім. Öyle şok. Жаным мені тап, енді мұнда келмейсің. Әттен қап, сені қалай көрмеймін. Шудың бойында сені іздедім, бәрі ойымда үміт үзбедім. От боп күйгеннен мені іздедің, сенің мойныңда менің іздерім. Шудың бойында сені іздедім, бәрі ойымда үміт үзбедім. От боп күйгеннен мені іздедің, сенің мойныңда менің іздерім. Жаңбыр жау, бәрі мәңгі тұрмайды. Сол өмірлік сәт есімде қалмайды. Шудың бойында
Бәрекелді, рахмет. Мына Рәсиминнің тойында біреудің әйелімен екі би билеуге болмайды екен ғой. Бойың үйреніп қалады дейді ғой. Отырайық. Мына өмірдегі осындағы ағаларымыз біледі. Жалпы мына Қазақстан Республикасының қанша әншілері бар. Енді мен ортаға бүгін көктем шақырады атты республикалық 4-ші байқаудың 1-ші дәреже лауреатының Ермекұлы Ерасылды Алқиса күйімен ортаға шақырайық кәнеке. Бәрекелді, қандай керемет. Қандай керемет. Рахмет, қол соғып қояйық, арнайы. Ал енді осындай күйден кейін бір әдемі би көрсек ағайын. Қандай керемет. Осындағы төрдегі отырған бүгінгі біздің Динадай қызымыздың коллектив қыздарына, бүгінгі тойдың ең бірінші тойға келгенде келген апайларымыз отыр. Сол кісілерге сыйлығымыз дайын. Бірінші, Алла бұйырса сіздерге қазір Алла қаласа бірінші би, содан кейін сыйлығымыз. Қарсы алайық, Шынар би тобы.
Алдарыңызда Шынар Бейітұлы. Бәрекелді, алдарыңызда әдемі билеген Шынар шоу-би балет қыздары. Қандай керемет. Рахмет. Құрмет ағайын туыстар, қазақтың қыздары осындай сұлу ғой. Қандай мемлекеттің адамы қызы бол десең де болады. Индия, ұйғыры бар, басқасы бар, барлығы болады. Қазақ қыздарына бір қол соғып қояйық шығайын. Қазақ дегеннен шығады ғайын. Мен кітап оқып отырып, қазақ деген сөзді екіге бөлдім ағай. Қазақ деген сөзді. Қаз, ақ. Мысалы, қазақ деген сөздің өзі соншалықты, біздің жеріміздің соншалықты байлығы бар, қазынамызды соншалықты ақ көңіл екенбіз ағай. Мысалы, қаз, ақ деген сөздің өзі, мысалы, ақ деген сөздің өзі бізге өте жақын екен. Мысалы, қуырдақ. Тағы да? Астағфиралла, арақты қой. Тағы да? Беш бармақ. Бауырсақ. Ақмақ дейді. Қаймақ. Қарнымыз ашсақ, даширақ та біздікі қой ағай. Соның бәрін алып қарасақ, шапалақ деген сөзді біздікі екен ағайын. Қыздарға шапалақ ұрып қойыңыздар қазақтың қыздарына. Ал олай болса, сахна төріне, яғни Мадинадай сұлу қыздың жалпы ұжымдастары, екінші шаңырағы, әкелері мен аналары, ұстаздары, жалпы бүгін Гүлбауыржан анамыз бастаған, Нұржан ағамыз қостаған, Мұхамеджан ағамыз бастап, ол да Асқар таудай Асқарды ертіп келген екен. Бау берік болсын деген сөзді естуге Бауыржан да еріп келген екен. Алтынды таққан алтын күмісі бірге келген. Және де Дархан даладай болып келген Дархан ағамыз, Әлия анамыз, бақыты басынан ұшпаған бақыт анамыз, Әлиядай анамыз бар, шіркін жадыраған жүзі бар. Мерует ханымды айтатын болсақ, алтын қостағаны бар. Ханымды ортаға шақырайық.
жетігер ағамыз жұбайы мен мөлдіреген мөлдір Дмитрий және де Шынар ханымды алдырайық. Асаба алаңына шақырайық ағайын. Жалпы ұжымдастар, кәнеге! Öyle, bile kәнеге! Маған қарасын, торып сезім қаласын, теңе бетім өзіңе көздерімнің қарасын. Болмас екен қадірлім, сезіміме таласын, емдейтін сен деп жүрсем, жүрегімнің жарасын. Аягөз қайда барасың? Аягөзім қадірлім, ақ жүзіңді сағындым, бұл жалғанда мен сенің айнымайтын бағыңмын. Жанарыңнан айналдым, дәл өзіңдей бағылдым. Аягөзім қадірлім, ақ жүзіңді сағындым, бұл жалғанда мен сенің айнымайтын бағыңмын. Жанарыңнан айналдым, дәл өзіңдей бағылдым. Ардақтайтын алашын, аямайтын бағасын. Ой, керемет, успокойтесь все. Ал, Нұреке, ассалаумағалейкум, тойыңыз құтты болсын, немереңіздің той құтты болсын. Сізді осылай көргеніміз өте қуаныштымыз. Ал, өнердегі өмірдегі әке аналарына бір қол соғып қояйық. Қайырлы күн, қайырлы кеш, қадірменді, құрметті, қадірлі ағайын. Мереке баршамызға жұғысты болсын осы жердегі. Мінекей бүгін әйгілді бергілі тамаша ойын сауық отауының ұжымында үлкен мереке. Жалпыма тамашаның ең бір кішкентай, бұл кезде бір 17-18 жасар қыз болып тамашаға келген Мадинамыз. Тамаша ұжымның ең жас қызы болды. Бәріміз бұл кісіні еркеледік. Еркелеген шыдадық. Осым Ормай, сенде бір бұл кісі тұрмысқа шығып, мінекей қазір отаулы болып, кішкентайлы болып жатыр. Құдайға шүкір. Не дейміз, бүгінгі ясин қыздарымыз Әлия мен Мәншүктей, Төлеген жібегіндей, Қозының баянындай, сонау аналардың ананасы, Умай анасындай, жол үлкен болсын, ұзағынан болсын, домалақ ананың әруағы қолдасын, әрдайым. Қазақтың қызы деген әдеме атқа ие болсын. Өзі бір қыздың жолы жіңішке дейді ғой. Лайым осы қыз кейін үлкен ақшашты, сардысты кемпір болып, 40 келін жұмсайтындай бір үлкен әже болсын. Өте қатты қуаныштымыз, Мадина. Бақытты бол, жақсы бол. Әрдайым сенің шаттанған, күлген, ойнаған, тойлаған, қуанған күндерінің куәсі болайық. Рахмет. Ал қадірменді ағайын, бүгінгі дұбылетіп жасап жатқан тойларыңыз құтты болсын. Салтанат, бүгінгі 225-іңіз құтты болсын. Тағы да сізге осында 225 өмір сүруді жолдасыңызбен бірге Алла нәсіп етсін. Ал айналайын, Мадина біздің актриса қызымыз, біздің мақтанышымыз, біздің өте сұлу ерке қызымыз. Бүгін Ясинде бір жасқа толтырып тұсауын кесіп жатырсыздар. Бәрі құтты болсын. Қадамы құтты болсын. Әрқашан жүрген жері әнмен той болсын. Барлық жақсылықтар сіздерге тілеймін. Тойларыңыз ұлассын. Ассалаумағалейкум, құрметті бүгінгі тойшыл қауым, ханымдар мен мырзалар. Мына Мадикош қарындасым, Тимур інім. Бүгінгі отбасыңызға үлкен қуаныш құтты болсын. Әте, сіздің 225 жасыңыз құтты болсын, өмір жасыңыз ұзақ болсын. Көзге көрінген ұл қыздарыңыздың қызықтарын көре беріңіздер. Кішкентайымыздың өмірі ұзақ, жолы ашық болсын әрқашан. Бақытты қыз болып өссін. Ал құдағи, тойыңыз тойға ұлассын. Өткенде мен қызыл көйлек киген әдемі Жансая құдағиыңыздың құрбысымын ғой, Мадинаның әпкесімін. Мадина мына кішкентай студент кезінде осы шәкірт болып, сұмдық рекламаларға түсіп керемет қыз болған. Мына тағы да айтайын,
күйеу баланың құлағына алтын сырға. Бұл күйеу баланы жігіт кезінде маған көрсеткен еді бір тойда. Осы жігіт маған сөз салып жүр, ұнап жүр деп. Мен бір көрдім де кісі танимын да. Бәріміз күйеуге шығамыз дедім. Ойланбаймыз, осы жігітке бәріміз күйеуге шығамыз деп. Ол таңдауымызға біз ешқандай өкінбейміз, қуанамыз. Осындай алтын жатырлы ананың 50 жасқа толғаны, бел ортаға келгеніңіз. Біздің де қойнымызда 50 жасар жігіттің сұлтаны жатыр. Сондықтан да сіздің жағдайыңызды мен білемін. Үйдегі ағам біледі. Осы аттай шауып, әдемі келініңіз бен ұлыңыздың қызығын көріп, әлі де беріспейміз, бел ортадамыз. Талай жігіттер біз бұлай өткенде таңсанып, тамсанып, құлағыңызға алтын сырға. Деп қалса, біздің өзімізді сақтағанымыз. Тойларыңыз тойға аласың. Төрде отырған менің Жансая құрбым, оның жанында асыл тұқымды. Ой-бой, оның атын айтуға, фамилиясын айтуға болмайтын жігітім. Бәріміз аман болайық. Бұл Құдайдың бергені. Осындай жақсы адамдардың қыз беріп, қыз алысып, құда болуы, ол Құдайдың бергені. Осы Құдайдың бергенін ұзақ уақыт сақтаңыздар. Барлықтарыңызға тек қана махаббат тілеймін. Аман болыңыздар. Ей, бәрекелді. Астарлы ақиқаттың атынан дейсің ғой. Ақиқат махаббат. Айтың. Ерте туған, ерте өлсін дегенде ерте сөйле. Кеш жарық той сер қауым, той құтты болсын. Екі дүниең абат болсын, қос тойың қабат болсын деген сөз бар қазақта. Қатарласып келіп жатқан қос тойларыңыз құтты болсын. Оның бәрін аз десең, жан беруге көнерем дейтін немереңіздің қаз басып, тәй басқаны құтты болсын. Алар асуы, шығар шыңы көп болсын. Дендеріңіз сау болсын, барлығымызға осындай той жұғысты болсын. Ал Мадина, бүгін анашыңның және де кішкентай бүлдіршіндердің туған күні құтты болсын. Алаға келіншегіңізбен тең қартайып, осындай той томалақта күліп ойнап жүре беріңіздер. Барлық жақсылықты тілейміз. Енді біздер өнердің қыздары негізі енелерін сыйлап қалғанбыз. Мен де енемді қатты сыйладым. Норковый шубысына дейін алып бердім. Сондықтан да сенем, Мадина, не то что норковый шуба, одан да күшті нелерге жеткізеді. Әттең тонның келтесі, енем енді жасы да келді, үлкен кісі ғой, енді о дүниелік болып кетті. Әйтпесе о кісіге де жақсылық көрсететінем. Әлі ұлды боласың бұйыртса, сол кезде сенің де келінің әдемі қарасын десең, сен де енеңе сөйтіп қара. Сол қайнапайым бұл кісіні қиыншы, әрі құдағи. Ал немерелеріңіздің туған күні құтты болсын, ғұмыр жасы ұзақ болып. Осындай тек тойда шашылайық, қазағымыздың тойы бітпесін. Билегім кемесе де, билегім келіп кетеді деп тұрмыз деп қойшы. Бәрекелді. Күйеуің тауып беріп атқасын, енеңе жапқан шығарсын шапанды. Ал, ассалаумағалейкум. Ай-хай! Коллектив жақсы тілек жолдайды екен. Әрқашан бұл әулетті қолдайды екен. Мұнау коллектив әдемі тілек айтты. Мұна халық бір шапалақ ұрса болмай мекен. Болмай мекен. Деп. Ана төбедегі олдырықтар тынышталдырсаңдар. Тоймады, бала шаға жеп кетті болмасын. Бір улап шулап қалған балдар екен. Сөйтіп улап шулайтын немере шөберлеріміз көп болсын. Өйтіп улап шулаған үй базар, улап шуламаған жер мазар дейді қазақ. Ағаш жапырағымен адам ұрпағымен көрікті дейді. Ұрпақтарыңызбен көрікті болыңыздар. Аға. Құдай қаласа, осы Мадина мен Тимур үйленгенде тойын мен басқарғам. Мадина коллективін бетін ашқам өзім. Сол кезде айтқам, мен бетін ашқан келіндер, я ұл туат, я қыз туат деп. Құдайға шүкір туды. Осы кезде тумаған болса кемейтінем мен. Бет тумайды ғой, не деп келесін?
Мына тұрып тұрғандар отырайықшы. Тұрып тұрғандар. Әулеттің үлкен ол, оған әңгіме айтамаймыз ғой. Главар. Бата беріп жүрген кісі, жан. Ал енді қымбатты көке, тойларыңыз құтты болсын. Жан жарыңыздың туған күні құтты болсын. Құдай қаласа. Өз жалпы бір адаммен осынша уақыт өмір сүрудің өзі оңай емес. Сіз мықты екенсіз. Үйленгендеріңізге де біраз жыл болды ғой енді, байқап тұрмын. Ал 30 жылдан асты. Любой мектептің өзін 11 жылда бітіресің ғой айналайын. Сіз 30 жыл. Жоқ, негізі мықты екенсіз деп жатырмын. Сол сіздің өміріңізді бізге берсін. Біз де ұзағынан өмір сүрейік. Көкеу әдемі әңгіме айтып жатырмын негізі. Жаным. Той болмады ма, екеуіңкі болды ғой. Біріне сай. Қайтайын, көңкелесім ау, қайтайын. Рахмет. Біреуге қарын берет, біреуге дарын берет, біреуге бәрін берет деген екеуіне бәрін берген екен. Әңгіменде тұруды да. Нау, өзі әзіл жағында жүргесін әзіл деген жақсы көреміз ғой. Бір қотыр айтқан екен, қарап отқанша қасынып отырайық деп. Сол сәк қарап тұрғанша әңгіме айтып тұрайық, андекдот, бірдеңе, сірдеңе. Енді Мадинаның атынан, Тимурдың атынан сол үшін келіп отырмыз ғой. Мадина әуел коллективіміз болғанмен, Тимур ініміздей болып кеттіге, араласа келе. Сол сияқты нау, тәтті немері көп болсын көке. Апа, жаңағы бір күні атасы мен немересі көшеде келетса, атасы немересіне тықыл апайын келетір деп. Сөйтетін еді ғой бұрын, сабаққа бармай қалса. Тықыл апайын келетір десе, немересі айтады дейді, ата наоборот, сіз тықылыңыз деп. Неге десе, мен сізді өліп қалды деп сұранып кеткем. Сол сияқты сөйтіп сұранып кететін немере көбейе берсін. Қыз шыққан жерден ұл шығады дейді, енді ұл немерелер келсін. Әлі екінші ұлыңыз бар. Ол да басы екеу болып тәтті немерелер сыйлай берсін шаңыраққа. Құдай қаласа. Ұрпағыңызбен өсіп өне беріңіз. Осындай той болып жатса, отырыста бір келіншек орнынан ат тұр, барлығына айқайлап та. Барлығының күйеуің мен күйеуімдей болмай ма? Менің күйеуім арақ ішпейді, темек шекпейді, насыбай атпайды, карта ойнамайды, көшеге қаңғымайды десе, басқа столда отқан қатындар айтқан екен, мынаның байының өзі дені сау ма екен деп. Сол сияқты дені саулық үшін арасында алып отырыңыздар. Тимур сондай жақсы жігіт, действительно ішпейді, шекпейді. Ішсе де шексе де тықылып не қылатын шығар десең бе. Бірақ дені сау жігіт. Мынау жаңа қымбатты ағайын, көшеде бір 3 жігіт келатып, анаша тауып алып дейді. Анаша деген бар ғой. Соны шегіп атқан кезде арасында мен сияқты сөйлеп қалған біреу бар екен, сен көп сөйлей берме деп та. Анашаны шегіп алып, үндемей үйге қайтып ұқтайық деп. Өткендегідей сөйлей берсең, таксист мілтсаға деп, мілтса азанға дейін қамап тастайды деп, мақұл деп. Үшеу анашаны шегіп алып, таксиде отырып, біраз үндемей келатса, таксиде дейді, біраз жолға келгеннен кейін, үшеуің анаша шегіп алғасыңдар ма деп. Анау жыны кеп кетті, үндемей-ақ отырып қайналайын. Көзіміз қызарып тұрма, қаяқтан біліп қойдың десе, білмеймін ғой, тоқтасымен үшеуің бірдей алдына отырып алдыңдар ғой деп. Сол сияқтынандай Мадиналар той істеп жатыр деп 4-ші столға отырып алғанбыз негізі келіп. Біз ойлағанбыз, ана 3-ші тостама сөйлеп кетеміз деп ше, тұсау кескен кезде. Бірақ аяқ жағына айтыр, пападай деп сөйлеп жатырмыз Құдай қаласа. Бірақ айтыр, басында сөйле, аяғында сөйле, бұл тілекте ажал сияқты дейді ғой, біреуге ерте, біреуге кеш, айтыр. Келді әйтеуір ортасында. Сол сияқты мынау қызықшылықтарыңыз арта берсін, той деп шаршаңыздар, мына қымбатты ханымдар мен мырзалар. Тек қызықшылық болсын дейміз. Құдай қаласа, бүгінгі осы Тимур ұлыңыз бен Мадина келіңіз әулетте бір бүкіл проблеманы шешетін азамат пен азаматша болсын. Өзі бір әулетте бір бала болады дейді. Бір әулетте бір бала болады, қалғаны соның бауыры болады дейді. Бір әулеттің баласы бол Тимур. Құдай қаласа. Алла сол күнге жеткізсін. Крупный бизнесмен бол. Әкеңмен анаңды қажылыққа жіберетін жігіт бол. Келіншегің жыл сайын Дубай былай қыдыртатын бол өзің бірге. Құдай қаласа. Сондай деңгейге жетуіңе Алла нәсіп етсін деген ниеттеміз. Құдай қаласа. Оған жеткен де бар, жетпеген де бар. Мадина келініңіз қалай әйтеуір дұрыс па? Баяғыда өтірік мақтап жібердік әйтеуір. Нормально ма?
актриса болғаннан кейін кейбір кезде біз той басқарып атқасын өтірік мақтай бересің ғой. Кейіннен үйге барғасын қорқам, атаңадан дұрыс болмай қалып, ана тойдың кесі ойланып атқан шығар, мына өтірік пиқайт етіп жүрді ма, не қалды мынау деп айтама деп ше. Сен тошынсын сұрап жатырмын. Ұлың арам болса, арам болсын, келінің адал болсын дейді қазақта. Адал ма? Болды, адалынан болсын. Өзі түскен келінге любой жерде айтады, үлкенге құрмет, кішіге ізет жасап жүр айналайын деп. Бір ауылға бір жаңадан келін түсіп, күйеуінің мәшинесінің артында шалқайып отырады екен постоянно. Шалқайып отырады, бүкіл ауыл әңгіме қып. Ай, мынау не деген келін? Келін деген үлкенге құрмет, кішіге ізет жасамай ма? Бұл немене бөле? Диванда отқандай шалқайып отырады. Шалқайып отырады деп бәр әңгіме қыла бергесін, әкесі де естіген ғой, баласын шақырып алып ұрысты. Ана келінге айт, кеше түскен жас келін, бір бұрышына отсын, болмаса алдына отсын. Не деген мәле ол? Шалқайып, мінгендерін какой-то москвич, джип мінсеңдер не болады сендер? Адамға қатын шығарсыңдар көшеде деп, әкесі ұрысып атса, баласы айтқан екен сабырлықпен, әке, келіннің жетіскеннен шалқайып жүрген жоқ ол. Ана москвичтің артып екесігі жабылмайды, соны ұстап отырады постоянно деп. Бұл сондай сәтте ғана шалқаятын келін болсын. Әйтеуір Тимурға көмегі тиіп жүрген. Құдай қаласа, сол себепті айтып жатырмын ол мәселені. Ал енді қымбатты ағайын, әдеттен озбай, көп сөз созбай, тамады да жақтырмай тұрған шығар. Мына өзінің әңгімесін өзі пиқайт етіп кетті ғой деп, өйтіп ойлап қама. Біз жақсы көретін, біздің театрда өзі неше орта буын, үлкен буын, жас буын актрисалар бар. Өзіміздің жақсы көретін актрисамыз, шәкіртіміз. Сосын кейін тойында бір көсіліп шабайық деп айтып атқан әңгімеміз. Бұлардың үйленген тойында да бұндай әңгімен көп айтып қатыра алмай қалдық негізі. Абыр-сабыр болып кетті ғой. Өзі асығыста туған баланың атын абыр-сабыр қояды деп әйтеуір. Абыр-сабыр болмай, бүгін той асықпай қонақ болып келдік осындай әңгіме айтайық деп. Дұрыс па? Құдай қаласа адалынан болсын деп жатырмыз. Бір жігіт үйіне стройка ремонт жасайын деп, бір строительдерді шақырып, ол строительдер ремонтын бұтшын шығарып, жаңа үйді қиратып атса, әйелі ұрсады ғой күйеуіне. Кімді тауып әкегесін? Дейін дұрыс бір строитель әкемейсің ба? Анау-мынау, сен негізі адам танымайсың деп ұрсып атса, күйеу айтқан екен, айналайын шырағым, адам танитын болсам, баяғыда сені алатын бе мен айналайын деп. Сол сияқты айтыр, бір-бірін танып алды ғой екеу. Неше жыл бірге жүрді, соған қарағанда бақытты жанұя болады деп ойлаймын. Бақытты болыңыздар. Енді ары қарай мен кезекті бір осы Мадина мен Тимурдың сұрауы бойынша бір әнмен жалғастырсам, басқа айтатындар бар ма тілек? Дұрыс па? Ау, қазір. Рахмет әке. Өлгенше тірі жүріңіз. Той берекелі болсын. Мен мына жерде апайыма сыйлық берейін деп тұрмын. Бағана бірінші қонақ келген, ренжімесеңіз. Келіңіз ортаға. Сөзіңізден сөзіңіз асып кетсін, жамандар сізді көріп сасып кетсін. Дәл осылай тойдың алғашқы қонағы болып келген мына сыйлық бізден сізге сыйлық болсын. Қабыл алыңыз. Асып кетсін, сасып кетсін дегенге мен ойладым. Мына подарканы алып, мына әйел қашып кетсін деп айтама деп ше. Солай ұйқас бола ма деп ойлағам, сөйтсем сыйлық. Дұрыс.